Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Сіздермен бірге мөлдір. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын венский вафли жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен құмшекер сеуіп, жақсылап венчикпен араластырамыз. Құмшекері еріп, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Үстінен ерітілген сармайды немесе жұмсақ сармай салсаңыздар болады. Енді үстінен дүкеннің 5%-ық сүзбесін қолдандым. Кез келген сүзбе жарай береді. Алдымен венчикпен араластырып, одан кейін миксермен жақсылап араластырып алдым. Блендермен есеңіздер де болады. Арасында ешқандай түйіршік қалмай 1 келкі масса болу керек. Мінекей осындай әдемі 1 келкі масса болу керек. Енді ұнды 2-ге бөліп, електен өткізіп саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқыш салдым. Жақсылап тағы да араластырып, 1 келкі массаға айналдырамыз. Қамырымыз дайын, осындай қойлықта болу керек. Енді вафельницамызды қыздырып, үстінен щеткамен, сұйық маймен 1 майлап, қамырдан 1,5 ас қасықтан саламыз. Содан кейін қасықпен осылай тегістеп шығамыз. Сол кезде вафлеміз жұқа әдем болып шығады. Піскенін күтіп, қызарғанша осылай пісіріп аламыз 2 жағын. Менде осылай 2 жағы да қызарып, әдемі болып шықты. Қалғандарды дәл осылай пісіріп аламыз. Вафельницаны мен тек 1 рет қана майладым, одан кейінгілерінде майламай пісіре береміз. Осы қамырдан 12-13 дана вафли шығады. Мінекей вафлиларымыз дайын болды. Өзіңіз қалаған кез келген тәттімен ұсынып, шаймен ішсеңіздер, өте керемет үйлеседі. Менің отбасыма қатты ұнады, балапандарымыз сүйсініп жейді. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің рецептім ұнайды деген сенімдемін. Егер дайындап жатсаңыздар, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша блогтың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.